Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ташкентский шайдың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетсеңіздер. Бізге қажетті заттар: шайнек, көк шай, қызыл шай, лимон және науат қажет. Алдымен лимонымызды домалақ етіп турап алатын боламыз. Енді барлық заттарымызды шайнекке салып, ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Алдымен көк шай, қызыл шай, науат және лимон салатын боламыз. Егер қою ішкілеріңіз келсе, көк шайымызды, қызыл шайымызды көптеу салсаңыздар болады. Өте пайдалы, сергітетін шай. Әсіресе қан қысымы барларға жақсы әсер етеді. Дәміне қарай жалбыз қоссаңыздар да болады, бірақ мен жалбыз қоспадым. Міне біздің шайымыз дайын. Енді 1-2 минутқа қойып қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетсеңіздер. Сау болыңыздар.